Мухамбетов. Әлеме тоңдон қолын болған, азыр алдыңыздарға шыққан Қамчы Сарыбаевтың ұлы. Бұндай қылалы, Ильич байке, жақшы нәрсенің қайталанғаны жақшы ғой. Мына осындай тоң екен деген ардан кейін, Дем театрын көпшілік сұрамақ болуш керек. Дағы бір жол шақырып албайды сахнаға. Қамчы Сарыбаев, Дем театры. Ақсай өзі кішінекей айыл, бірақ ошол кішінекей айылдан чоң кіші шыққанда Қамчы деген. Келіңіз. Қол чаппасаңар шықпайбыз. Какой хороший песик. Я не песик. А кто ты? Я
шоколадный заяц, я раскрою мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, ты губ твоих касаясь, я таю так легко. О-о-о, я шоколадный заяц, я раскрою мерзавец, я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, ты губ твоих касаясь, я таю так легко. Бежишь, 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 бежишь от меня, не понимаешь, что бежишь ты сам от себя. А в глазах твоих стон, а в глазах твоих боль. Ситуация, ай, ситуация, ой. А я сижу в жизни твоей, черная полоса, в жизни твоей. И белая полоса, а если дашь сюда, и по заказу, как всегда, после дождичка, всегда солнышко бывает. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Я теряю корни и улетаю в небо тому, кого не помню, туда, где еще не был. Постой, паровоз, не стучите, колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза. Стоп, машина! Стоп, машина! Прямо по курсу айсберг! Лево руля! Лево руля! Полный назад!
алган жер, биринчи махабаттан көз жаштар тамган жер, жүрөктүн толтосунан, жан дүйнө ортосунан түбөлүк орун алган жер. Аксайым сөзү ону элдики, аткаруучулар Илич Шамбетов жана Каныбек Сарыбаев. Evi şamdırak, sal barız çoğurdaylı, Aksay ailenin gibini. Ana Kanıbek, başlayız. Salkın desem Aksay'ın gölü bizde, Donuk desem ısık gölü bizde, Çarık desem gününün gülü bizde, Nazik desem Alado gülü bizde, Çarık desem gününün gülü bizde, Nazik desem Alado gülü bizde. Bezelimgen üç kolduğu kovuz bizde, Kılıyattan sozulgan doğuş bizde, Ülgülü saat kapak türü bizde, Tek karasa çok olsun sürü bizde, Ülgülü saat kapak türü bizde, Tek karasa çok olsun sürü bizde. Olça oturmaydı. Aksay! Hadi, başlasın. Saklı desem Aksay'ın türü de var, Donuk desem ısık gölü de var, Çarık desem gününün gülü de var, Nazik desem Alado gülü de var, Bezelimgen üç kolduğu kovuzu da var, Kılıyattan sozulgan doğuşu var, Ülgülü saat kapak türü de var, Tek karasa çok olsun sürü de var. Başka yerden cırgalın kalabaybın, Başkanlıkın cırgal hep sarabaybın, Aksayımdın bir çimçim topurağın, Başka yerden aldığına balabaybın, Aksayımdın bir çimçim topurağın, Başka yerden aldığına balabaybın. Kanıbek Sarıbayev, aylık Kengештин депутаты. Ana bizden alparoçular bilen tanıştırıp koyalım. Kızdın 40 çaçı ulu deyip, Ayday aldı açıp koy. Ayday özü belgili telejurnalist, akın kız NTS telekanalının direktörünün birinci orun basarı. Azakta Sakaday boyun Saraltın Jigit, Kırgızstan Oğundары radyosunun DJ'yi, köptөгөн өкмөттүк деңгээлдеги мараkelердин алпаруучусу, Татынакай таланттуу тамада Көксайдын кулуну Аскар Алдашев. Өрчілоғыда бүттейім айдай жей көзірдайды. Келіңіздер, ағайын туғандар, ушул жерде жақшы ыр болды, бий болды, тамаша болды дегендей, эми жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дейт. Ушул залда отырған аксакалдардан, айылдын аттуу баштуу инсандарынан жакшы бир кыска нуска калуу тилектер болсун. Анда эмесе, келиңиздер. Алдыңыздарга чакыралып, Аксай айылдын атагын аламга даңазалаган адамдар чыга берсин. Ушул тилек ой максат менен бата сурап алуу үчүн. Агай. жана ошондой эле Болот Мамбетов атындагы эл өкмөт башчысы Илич Көкүров агабыз жана шаардык кеңештин депутаты. Ардамды профессор Балбай Алагушев атабызды чакырсак. Келиңиздер аксакалдар. Эмгеги сиңген ишмер, белгилүү акын, журналист Көлбай. Рүстөмбек Шыгаев агабыздан келиңиз. Жертештер,
айылдаштар. Ақсай дегенде бүт ошол Жүсіп Тұрысбековтер, Жұмажан Қырченовтер, жана башка мына бүгүн көрүп атасыңар таланттың бешиги. Ынтымақ бар жерде ырыс бар дейт, ынтымактуу бололу. Ынтымақ бар жерде бакыт бар, таалай бар, талант бар. Ошон үчүн айдан аман, жылдан эсен, айдай жаркырап, күндөй күлүңдөп жүрүшүңөрдү мен Кудайдан тилейм. Айланайын Ақсайлықтар, Көксайлықтар, бүтілі атабыз Болат Мамбетовтың айылындағы бүт бая 4 қыштағыбыз. Ошондойлы 4-5 рухтанбыз, анысы аныбыз да бар, аныдағы ешкалмасақ болбойды. Ені бүгінгі жырғаншылық мен үшін. Мен микрофон емес, вообще 15 жылдан бері сөйлейді элекпін. Бірақ ұшыл мені сыйлап, бізді сыйлап, мағышығын ақсақалдарды. Шаққа шақырып, барымызға шындай жырғал уақыт тағып бергенмен үшін біз мен мертебе айланайын таланттар, айланайын балдар, ағылайын қыздар, бүтілі бардығымыз үшін жаңағы ынтымақ деген атты аябай тапсыңар. Біз осы ынтымаққа толық қосыламыз, дайыма ынтымақты болалық, қарынын сыйлайлық, жаштарды өстірелік. Неберелер, чеберелер көбейе берсін. Жаңағы біздің Ақсайдың суысы, ал дегенде жерден көрінген таза су дегенде көргенде бір кезектегі біздің есімізге де түсіп кетті. Ол Ақсайдың суысы жанқындай қара дегенде кішіне бұлдап тұрғаны менен бары бір алтын, мүректің суысы, Көксайдың суысы, Ақсайдың суысы, Мазар бұлақ деген Көксайдың башындағы тоғының түбінен шығады. Дайыма ошол Мазар бұлақтың суысындай бардығыз тұнық бололықтағы шындай жырғап қарыбыз матабызды беріп, жаштар бізді сыйлап жүре беріңіздер. Айланайындар, дағы бір жолы ішіңіздер дайыма игілікті болу берсін. Құрметті туғандарым, біздер жерде тұрғандардан ұлығырар жалды асыраған болуш керек. Силерге мен таң қалдым. Азаматсыңарымыздан сол Ақсайды жараттан бері 3,5 саат концерт бердігер разымын. Талант шықсы жерден шығады екен, Ақсайдан шығады екен, Көксайдан шығады екен. Жарадағы ағамыз айтқан Көксайдың башындағы бұлақтан шығады екен. Мұнда бір лақап сөз бар. Айттырмай іштеген арыстан, айтқанды іштеген адам, айтқанды іштеген эшек деген. Бұл жерде бейінше айттырмай іштеген азамат екенсіздер, арыстар екенсіздер. Дабір жолы таланттарға талант қосылсын, шығыңарға шық қосылсын, өміргерге өмір қосылсын. Ушентіп, әркінде бергілі рахмат дабір жолы. Ағайын тұрғандар келіңіздерді, Рүстембек Шығаев ағауызға сөз берердің алдында мына залда тұрған суреттер Далушыл ағауыздың емгек екенін баса белгілеп қойылып, ағауыздың жақсы сөзін ұғып, суреттің қара хат алып отырыңыздар. Мен тағай менен жана бияқа кірерді айтып отам. Ақсайлықтар көп тұрбай етсем айтады. Рүстембек 5% келді дейді. 100% келсе бияқа батпай қалмақпыз дейді. Ошондуктан мен айтып отам, Кыргызбай досым айтайын, емки концертті филармониядан өткөрелі деп. Öyleki süreçler bizden Ulu Pamir'den kaçıp Türkiye'deki Van ayılına vargan Kırgızlardan süretleri. Bir yerde durgan ikinci süret ben Nusubak'ın atamın süreti. Buna 90 yaşka çıkar. Gördüm. Mercedes'e bini alıp bari verirken ulap buna süretke çıkar. Oşonduktan şu yaşka жетeli. Buna bu aksakallar durat. Bugün ben şu
учурдан пайдаланып бүгүнкү артисттерге чоң рахмат айткым келет. Дайыма таланттар өсө берсин. Жалгыз эле ушу аксайлыктарга эмес, республика башка дүйнөсүнө дагы тааныткыла. Рахмат. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу бүгүнкү ынтымак жолугушуу кечесинин коноктору, меймандары, аксайлык туугандарына бүгүн жакшы иш-чара болуп атат. Бул Болмөмөт айыл аймагындагы аксайында мынакей чогулуп, бир ынтымакка келип, эмне ынтымак бар болчу, бирок дагы бекемдейли, бир девиз менен чыгалы, келечекте эмне кылсак болот, кандай кылсак болот деген бир ой толгон менен жолугалы деп мынакей бүгүнкү жолугуп, аксайлыктар бири-бирибизди көрүп таанып, мен деле мынакей 30% таанысам, калган 70% тааныбайт экенмин, урматтуу туугандар. Анан мына бүгүнкү күнгө башка айылдардан, Жерүү айылынан, Эшберов айылынан, Көксайдын атайын коноктор чакырылган сиздердин иш-чараңыздарга анткени бул жакшы нерсе, бир эле айылдын деңгээлинде калбаш керек. Мындай нерсени биз башка айылдарга дагы мынакей көтөрүп чыгалы. Ушундай бир демилгелерди астага коелу деп чыкканбыз. Анан урматтуу туугандар, бир нерсени айтып өтөйүн, мынакей бор-эки нерсе аябай жакшы. Анткени ушундай уюштуруу тобуна ыраазычылык билдирдиңер. Себеп дегенде ушунча жигиттерибиздин башын кошуп концерт уюштуруу, ары ушунча кишини сыйлап, аксайлык туугандар Эшберов айылынан, Жерүүдөн, Көксай туугандардын да келип, ушуна катышып отурган өз чоң нерсе да. Анткени бул бири-бирибизди сыйлай алдык, бири-бирибизге мынакей келип отуруп көңүл ачып чек жазып кеткенге, даже мына эжекелерибиз отурат, чыгып алып ырдаганга чейин барган бул өз чоң нерсе. Анан бүгүнкү уюштуруу тобуна дагы чоң ыраазычылык билдирип уруксат этиңиздер. Урматтуу туугандар, эми бөлүк айтайын деген нерсе мындай болот да. Өткөндө мынакей Эшберов айылында Эшберов айылынын өнүктүрүү коомдук фонду деп фонд түзүлдү. Ушул жерде эки жигитти мынакей шаарда турган байкелер, эжекелер, карындаштар, инилер шайлап коюшкан. Ошо эки жигитти баары тең угуп туруп, мына бүгүнкү күндө мына Доорузда Эшберов айылын өнүктүрүү коомдук фонду деп фонд түзүлүп, ошол фонддун эсеп счету, сайты ачылып, ким канчалык деңгээлде жардам берет, муну жыл аягына жыйынтыктайбыз. Жанагындай бир айылдагы болгон маселелерди чечүүдө биз көтөрөбүз деген бир жакшы демилге менен чыгышты, урматтуу туугандар. Анан экинчи бир жана бир башында фильм кетти, Аксайдын таза суусу жок деген. Бул маселе бир эле жума калды, буюрса маселе чечилет. Булактан суу тартылып келинген. Жана сиздерге да ишендирип коеюн. Бир жуманын ичинде жанагы кечкиз болуп кетип, цементи куюлбай алган, цементи куюлуп, башы корумдалып бүтсө, Аксай күн түнү 24 саат суу менен камсыз болот. Мен дайым айтып келем да, мына ушу 4 айылдын социалдык объектилери болобу, кандай гана маселелер болсун, буга чейин чечилип калганда ким түрткү болгон? Мынакей барыңыздар билесиздер, Жумашабыз туура башкарууну, элди туура жака үндөө менен ушуга жетишкен да. Эми бул жаңгыз эмес. Эл болгон, элди туура жака буруп кетип, мынакей ушундай ийгиликке жетишкен. 22-чи партия деген мынакей союзда УДНКда илип турушу өз чоң маселе болчу. Чоң нерсе болчу. Урматтуу туугандар, мына бүгүнкү күндө биз өлгөндөр даңталмайын, тирүүлөр барталабайт деген бир девизди алып чыгып атабыз. Мынакей урматтуу туугандар, эмне болот? Согушка барып кайтып келгендер дагы эскерилбей алган. Буларга дагы 70 жылдан даярданып атабыз. Ушундай чоң маселеди алып чыгып алганбыз астыбызга. Андан тышкары сиздерге бир маалымат коеюн. Эмне үчүн Кумтөрдөн эчтеке албайт, же болбосо эчтеке келбейт, салынбайт деп дагы бир маселе болуп калышы. Бул жерде саясаттын кереги жок. Болгон өзүбүздө болуп аткан иштерди айтып коеюн. Дөңдөрөк мектебине кошумча корпус салынып атат. 10 миллион сомдук. Аксайдагы орто кызылга суу чыкчу эмес, 1 миллион